Саламатсыздарма? 45-ші есебімізде x 12 өрнегі негіздері 1/2 көбейткішке жіктеңдер дейді. Яғни бізде мына жақта x 12 болу керек. Мына жақта енді біз жіктейміз x 5. Бірде болу үшін онда неше болады? 7 болады. 5-ке 7 болса 12. Келесінде x-тің 2 дәрежесі көбейтеміз. X-тің 12 болу үшін 10 дәрежесі болады. Келесінде x-тің 7 дәрежесі 12 болу үшін 7. 7 көбейтілген x-тің 5 дәрежесі болады. Келесінде x-тің 12 дәрежесі тең болады x-тің 6 көбейтілген x-тің 6 дәрежесі.